Тете қарбалас тірліктен қолы босамайтын ата-анасы жанында қалып, бар назарын өзіне ауғанда бала көңіл шаттанады ғой шіркін. Көптен бері Әсем мен Мадияры өз ұлы Мақсатқа көңіл бөлмей кетіп еді. Ертелі-кеш жұмыс басты бұл жас жұп күн қараңғыда үйіне оралады. Ұлын 5 жасында сүндетке жатқызып, бүкіл ағайын туған туыстың басын қосып, Құдай тамақ берді. Жұмыс басты болғандықтан көбіне жиын тойдан қалып қоятын Әсемге есеп пен сыйласатын мына заманда ешбір абысыны қол ұшын созбады. Күн ыстық, шыжып тұрған кез. Ертеңіне тал түске ыстыққа қалмайын деп бүкіл ыдыс-аяқты далаға асыға жуып жатты. Мақсат анасының аяғының астына оралып болар емес. Ар ойна, ыдыстарды сындырасың деген анасының сөзіне құлақ асар бала жоқ. Жердің бәрі шылқа-шылқа су болған соң, аяғы тайып, алма салатын шиша ыдыстың қырына дәл аузымен құлады. Шырылдап жылап, аузының бәрі қан жуса болды. Шиша сынып, үстіңгі ернін мұрнына дейін екіге айырып жіберген еді. Ол аздай майда сындықтары тістерінің араларына кіріп кетті. Бірнеше тісі сынып қалды. Әсемнің зәресі зәр түбіне кетіп, баласымен қосыла жылап жүр. Қолы дірілдеп, әрең дегенде жедел жәрдем шақырды. Ауруханаға апарып, шиша қалдықтарын алып, ота жасап ернін тігіп берді. Баланың құлағанның жақсылығы сол, отбасында жылаулық, баланың жүзіндегі риясыз қуаныш пайда болды. Әйтпесе соңғы уақытта балаға уақытылы көңіл бөлмеудің өзі жас жұптың осал тұсы болып көрінетін. Алайда ерніндегі тігістің жазылуы қиынға соқты. Қайта-қайта қанап, су тиіп іріңдей бастады. Баланың жылауы көбейіп, ызбайланып тым ынжық болып кетті. Мадияр мен Әсем бұрындары балдарының бұлай бал-бұл сөйлегеніне мәз болса, кейде мезі болып ұрсып жататын. Көп сөйлемеуді бұйыратын. Енді міне, сыңғырлаған үнін ести емес. Ыңырсып, кейде саусақтарымен нұсқап көрсететін. Қалауын сөзбен жеткізуді тоқтатты. Еріндегі жара ауыратын болғандықтан болар, деп әке-шешесі қатты назар аудара қойған жоқ. Әсем мұғалімдік қызметінен уақытша демалыс алып, баласына өз қарап жүр. Баласының жылауы күн сайын үдей түсуде. Алғашында жаны ашып, ұлын ұрыспай мәпелеп жүрген ана байғұстың төзімі таусылуға шақ қалды. Мақсат көбінесе балабақшада болып, әке-шешесін мазаламайтын. Сенбі күндері Әсем өзінің анасына апарып тастаушы еді. Енді міне өз баласын өзі жақтыра алмай әрең шыдап жүр. Анасына қоңырау шалып, жиен немересін тым еркелетіп жібергенін айтпақ болды. Алло, мам, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Өз қызым, өздерің қалайсыңдар? Мақсат тәуір болайын деді ма? Жоқ, қайдағы? Керісінше еркелеп ынжықтанып жүр. Әбден еркелетіп жіберген сияқтысыз. Ерке болсын, бұзық болсын мейлі. Ең бастысы аман болса болғаны. Қандай бәледен аман қалды емес пе? Телефонды берші, сөйлесейін. Мақсат әжесіне бірдеңелерді айтқысы келгенмен сөйлей алмай, ыңылдап қойды. Ақыр соңы ызасы келген балақай бар даусымен жылап жіберді. Оған не болғанын анасы еш түсіне алар емес. Біршама уақыттан соң Әсемнің анасы қайта хабарласты. Қызым, мен алаңдай бастадым. Мақсат сөйлегісі келіп бірдеңелерді айтты, бірақ сөздері түсініксіз. Ол бұлай еркеленбейтін, өзімен өзі ойнап жүретін бала еді. Сөздері нық, анық болатын. Қызым, бұл еркелік емес. Өткен жолы құлағанда зақым келген жоқ па? Мен де соны уайымдап жүрмін. Жаныма маза берер емес. Оны тезірек дәрігерге көрсет. Иә, Мадияр да солай айтып жатыр. Ертең тексеруге алып барамын. Мадияр жұмыста болғандықтан Әсем баласын жетектеп ауруханаға барды. Расымен де баланың сөйлеуіне байланысты ақау бары расталды. Оған қоса үстіндегі ерні
екі жаққа бөлініп ортасы арық секілді болып қалғандықтан сөздері дұрыс шықпайтынын айтты. Міне, сол күннен бастап Әсем өз-өзін жеп қоя жаздап жүр. Ана байғұс баласының бұл көрген азабына өзін кінәлі сезініп, жастан көзі құрғайтын емес. Күн сайын ұйқыдағы ұлынан кешірім сұрап, көзіне жас алып қалады. Қайтсем де емдетем деп. Бармаған жері, баспаған тауы қалмады. Ешбір дәрігер бәріне апарды. Бәрінің айтатыны бір: баланың ерніне қайта ота жасау керек. Алайда Әсем өз еліміздің дәрігерлеріне сенімсіздік танытып, бұл қадамға баруға қорқып жүрді. Мадияр екеуі ойлана келе Ташкент қаласына барып, Мақсатқа ота жасатпақ болды. Мадияр әйелі мен Мақсатты бірге жібергісі келмей, өзі де бірге бармақ болған. Жаным, сен жұмыстан қалсаң қалай күн көреміз? Баланың еміне қалай ақша табамыз? Сен еш алаңдамай жұмысыңды жасай бер. Мен өзім алып бара берейін. Жат ерге қалай жалғыз жіберем? Сен уайымдама, бәр жақсы болады. Алысқа кетпеймін ғой. Шымкент пен Ташкенттің арасы бірер сағаттық жер емес пе? Жарайды. Әсем кезек көбеймей жатып, ерте бару үшін шекараға дейін таксимен бір күн бұрын сөйлесіп қойды. Түнгі сағат 4 шамасында жолға шықпақ болды. Сондағы ойы таңертең ерте барып дәрігерге ұлын ертерек көрсету болатын. Түн қараңғыда ұйқыдағы ұлын көтеріп жолға шығып кетті. Шымкент-Жетісай үлкен жолда көліктері апатқа ұшырады. Үлкен жүк көлігі келіп, дәл Әсем отырған жақтан жеңіл көлікті соқты. Өкініштісі, Әсем апат орын алған жерде көз жұмды. Кіп-кішкентай баласын өз денесімен қорғап қалған байғұс әйел ерлікпен жан тапсырды десек те болады. Осылай боларын білгендей, Мадиярға сен бармай-ақ қой, деп шырылдап жүргенін қарасаңызшы. Періштедей балақай анасының өлі денесін өз көзімен көріп тіптен шошып қалды. Әсемнің денесі Шымкентке моргқа алып кетті. Ал Мақсат болса шырылдап жылаған күйі полиция бөлімшесіне жеткізілді. Әкесі келгенге дейін қара терге түсіп тоқтаусыз жылай берді. Әкесін көрген кезде тіптен жылауы күшейе түсті. Әкесі мен ұлы біреуі анасын, біреуі сүйікті жарын жоқтап еңірене жылап алды. Әсемнің демнесін Мадияр ауылдағы әке-шешесінің үйіне апарып, сол жерде жаназа намазын оқытып, мәңгілік сапарға шығарып салды. Жол апатына кінәлі жүк көлік жүргізушісі бас бостандығынан айырылды. Анасының қазасынан соң Мақсат бұрынғыдан бетер ынжық, кесір болып ешкімге көнбейтін мінез пайда болды. Мадияр баласының әке-шешесіне тастап, өзі қалаға жұмысына оралды. Мадияр да мектепте математика пәнінен сабақ берді. Анасы қаза болып, әкесі тастап кеткен балақай өзін ешкімге қажеті жоқ адамдай сезініп, бір бұрышта тығылып жылап отыратын. Мадиярдың ағасы Азамат қара шаңырақта әке-шешесінің қолында тұратын. 5 баласы бар үлкен отбасы. Жеңгесі Дариға өте тамаша жан. Мақсатты өз балаларынан артық жақсы көріп, өзіне жақын тартқысы келсе де, оған көнетін ол жоқ. Сен менің анам емессің, сен менің анама ұқсамайсың, деп маңына жолатпайды. 6 жасқа толып, оң мен солды ажырата бастаған бала, өзінің әкесі алып кеткенін қалап, сенбі күні келген әкесіне түрлі шағым айта бастады. Анасы көбіне той-домалақта жүргендіктен, көбіне жеңгесі бас-көз болып қалушы еді. Апам мені ұрды, бұзық болғаным үшін мені қараңғы бөлмеге қамап қойды, деп осы секілді өтіріктерді айтып әкесіне шағымданды. Бұл сөздерді түсіндіре алмай, сақауланып, қиналып жылаған баласын көріп, құшағына қысып, үнсіз көз жасын ешкімге көрсетпеуге тырысты. Онсыз да қайғыдан қабырғасы қайысып, өлердей сенген жеңгесіне мұндай күтпеген еді. Мадияр ешкімді тыңдамай, жеңгесіне өте ауыр сөздерді айтып, жүрегіне жара салды.
Оғын жетектеп бұл үйге қайта келместей есігін тарс жауып кете қалды. Қыркүйек айы келіп жетті. Мақсат даярлық сыныбына бара бастады. Әкесі үнемі өзімен бірге жетектеп, қай сыныпқа сабақ берсе, сол сыныпқа алып барып отырғызып қоятын. Мақсат күн өткен сайын тұйықтала берді. Айтқан сөзін сыныптастары түсінбей, бірнеше рет қайталап сұрай бергенінен дұрыс сөйлей алмағанына ызасы келіп, қолын бір сілтеп сөйлемей кететін. Айналасындағы адамдардан алшақтай берді. Педагогтың жұмысы өте ауыр, әрі төзімділікті талап етеді. Бітпейтін қағаздар, тексерулер, одан қалса әр оқушының мінезі, сабақ үлгерімі үшін сөгіс естуі бар. Ал енді бұл шаруаға жас әкенің үй шаруасы қосыңыз. Өзі әке, өзі ана болып, баласының асын беріп, кірін жуып, үтіктеп жүргенде, өз баласымен тілдесуге мүлдем уақыт таппайтын. Мақсатты жарының аманаты санап, көзінің қарашығындай сақтап, жан баласынан қорғап жүрген мен оған көңіл бөліп әңгімесін тыңдауға әкесінің уақыты жетпейтін. Солай күнде өте берді. Әйел үйдің мерекесі екенін, әйелсіз үй қаңыраған бос сарай боларын Мадияр ұғына бастады. Әйелімен қол ұстасып жүрген отбасыға сүйсіне әйелі қас-қабағын түйіп жүретін жігіттерге өз ақылын айта жүретін. Әйелінің жылдық асы өткен соң теңіңді тауып үйлен деген таныс туыстың сөзінен мән бермейтін. Баласын өзге біреуді ана деп болғанын қаламайтын. Өз күнімді өзім көрем деп тіршілігін жасап жүр. Бірде өз анасы келсе, бірде марқұм әйелінің анасы келіп, үйдің іші сыртын реттеп, кем-кетігін түзеп, жыртығын жамап беріп кетеді. Мадияр көрінген адамнан ұлын қызғыштай қорғап жүр. Мақсаттың араласар досы жоқ. Әкесінің шектеуінің күннен күнге көбейе берді. Бала түгілі ішкі жан дүниесіндегі аласапыранды ақтарып жайып салар Мадиярдың жанында жақын ешкім жоқтай. Күйзеліске түскен әке жынданудың алдында жүр. Кей кездері жасырын ғана марқұм әйелінің суретімен тілдесіп, көз жасын бір сығып алады. Қайын жұрты өз рұқсатын берсе де, қайта үйленуді өзі қаламайтын, қырсығып жүр. Анасы баласының бұл жүрісіне күйініп, жүрегі ауырып жүрсе де, Мадияр ешкімді тыңдамайды. Балам, менің жағдайымды көріп жүрсің, денсаулығым сыр беріп жүр. Жалғыздығың жаныма батып барады. Арманда кетпейін, балам. Мен жалғыз емеспін, қасымда балам бар. Өз теңіңді тауып шаңырақ көтер. Әйелсіз үй қараңғы, балаңа да ана керек. Жас күнінде үйленсең, балаң да анасына тез үйренісіп кетер еді. Өтініш, бұл тақырыпта қайта қозғалмаңыздар сұраймын. Өмір бойы осылай өтпексің бе? Иә, осылай жүремін. Неге мені түсінбейсіздер? Мен әйелімді сағынып, дидарын бір көруге зар болып, сезімім жанымды жаралап, өзімді қоярға жер таппаймын. Мені осындай күйге түсірген сезімді қалай өшірем? Өз әйеліме деген махаббатты от жанымды өртеп жатқанда өзге әйелді алсам, ол адамға қиянат жасаған болмаймын ба? Ол әйелдің жүзіне қалай қараймын? Уақыт емші. Ұзақ уақыт бойы өмірлік жарын деп сеніп, арқа сүйеп келген тәтті де қызықты сәттерді бірге бастан өткізіп жүрген адамым бір сәтте жоқ болып кетті. Есімнен адасатын күйдемін. Жылап сұқтауға мүмкіндік қалдырмау үшін бос уақытымды азайтып, жұмысқа беріліп жүрмін. Алайда мұның да пайдасы тиері. Өткенім мені бостандыққа жіберер емес. Өзім ессіз адамдай күй кешіп жүрмін. Өз іс-әрекетімді тізгіндей алмай, жүрегімді өзгені жар етіп алу үшін жауапкершілік арқалауға шамам жетпейді. Уақыт өте келе мұңның бәрі артта қалады. Уақыт бәріне емші. Барлық болған жақсы жаман кездер үшін оған іштей алғыс айтып, өзіне өткенін бостандыққа жіберемін.
деп айт. Оның да жаны жай тапсын. Ұмытсаңшы оны. Алда әлі сені мың торап жол барысында бақытыңды жолықтырасың әлі. Күлімдеп оянар таңда келер. Бұлттанар түндерде өтер. Ұмыт, жаныңды босқа қинама. Ұмыт деймісіз? Ұмыта алсам осындай жағдайға душар болар ма ем? Ұмытуым мүмкін болмаған соң жабырқаулымын. Ұмытуым мүмкін болмаған соң жабырқаумын. Күлімдеп атар таң деймісіз? Мен таң түгілі ұйықтауды ұмытып қалғалы қашан? Қалай күлу керек екенін де ұмытыппын. Балам-ау, ілгері қарай жүрсеңші. Кейінге қарай тартыншақтамай. Неге ілгері қадамыңды нық басып, болашағыңды ойламайсың? Әлде өзіңе дұшпансың ба? Жаныңды қинамай бәрінде өткенмен қалдыр. Ең болмаса сыр ақтарып жаныңды жегідей жеген бұл азаптан арылсаңшы. Осыншама сорлардай не болды өзі? Өлгеннің артынан өлмек жоқ ұлым. Құрбыға да, досқа да аян жан жарам маған аянышты көзқарас танытатын болды. Содан соң айтпауға бел болдым. Мен махаббат дертіне шалдықтым. Емім де, емшім де тек сол ғана. Одан өзге ешкім көмектесе де алмайды. Солдым, иә, мен солып барам. Қайтейін, қолымнан ештеңе келер емес. Мына әлем әсемсіз, керексіз болып қалды. Мүмкін уақытысы келсе де бәрі реттелер, бірақ қазір емес. Өтінем, жанымды жараламай, осымен тоқтатайық. Мадиярды үгіттеу анасының қолынан келмеді. Амалсыз көз жанары жасқа толып, ұлы үшін дұға етуден басқа еш шарасы жоқ. Анабай өз жөнінен кете барды. Солай күндер өте берді. Қабағын түйіп, ешкімге пейілін бермей жабырқап жүр. Өмір мерекесінде бар қызықтан құр қалғанмен Мадияр жаңа туылған сәбидей айналасына таңырқап жүр. Тек марқұм әйелінің жанында болмаса бұрынғы өміріне оралды. Мадиярдың өзгелермен қарым-қатынасы реттеліп келеді. Ұлының шынайы өмірге қайта оралғанына байғұс ананың балаша қуанып біптен күткен сәті де осы емес пе? Бір емес, екі емес, бақандай 11 жыл күтті. Өткен жылдар бойы бар дұғасы ұлының өз теңін тауып бақытты болғанын көрмейінше жанымды ала көрмеші